Қызық еді Аянның мінезі. Бірде түн ортасында дәл ұйқыға жатардың алдында далаға шыққам. Көшеде сырғанақта біреу зулатып шана теуіп барады екен. Жым-жырт айлы түнде әлгі бір ғана шананың өзі гүрілдеп, жер көшіп келе жатқандай дүбір шығарады. Шыдай алмай жүгіріп сырғанаққа бардым. Міне қызық, шана теуіп жүрген Аян екен. Ай жарығында анық көрінді. Жүзі жайнан қағып, екі иінінен алқына дем алды. Тонының екі етегі далпылдап, шананы көшенің басына қарай сүйрете жүгірді. Мені көріп бұрылды да, «Жүр, ойнайсың ба?» деп дауыстай сөйледі. «Қойшы, түн жарымында есі дұрыс адам ойнай ма?» «Ойнағанда қандай? Ту, сен өзі мынадай айлы жарық түнде шанамен сырғанаудың қандай керемет екенін білмейді екенсің ғой. Айлы түнде шанаға сиқырлы қанат бітеді», деді де Аян жүгіре жөнелді. Сәлден кейін көшенің басына шығып ап, тағы да жер көшкендей ғып, бүкіл ауылды жаңғырықтыра гүрілдетіп шанамен төмен қарай жұлдыздай ақты. Дәл мен тұрған тұста кішкентай төмпешік бар болатын. Зулап келген шана әлгі төмпешікке жеткенде есік пен төрдей жерге бірақ ырғыды да табанынан от жарқ етіп өте шықты. Аян қолын көтеріп, «Ура!» деп айғалады. Маған шынында да ол теуіп жүрген шанаға сиқырлы қанат біткенде көрінді. Жүгіріп үйге келдім де қараңғы ауыз бөлмеден бос тұрған шелек легенді даңғыр-дұңғыр еткізіп шанамды іздей бастадым. «Ойбай, ұрит кіріп кетті ме?» деп үйден апам шыққан. Менің шанама жармасқанымды көріп, «Сенбісің? Нені қиратып жүрсің?» деді таңырқап. «Апа, шана теуемін». Апам шошып кетті. «Тәйтәрі, осы жеті түнде шанасы не? Мынаның бірдеңе көрінер мынаған елден ерекше» деп ұрсып берді. «Иә, әне, Аян сырғанап жүр ғой?» «Аян, о, желкен қиылсын сенің, Аян дейді ғой?» «Аян дейді, таста әрі». Апам шананы әрі түкпір бұрышқа қарай итеріп тастап, мені желкеннен бір түйді. «Жат төсегіне, ертеңдігім бар». Мен сүмірейіп кеп, төр алдына атаммен қатарласа салынған төсегіме жаттым. Көпке дейін ұйықтай алмадым. Көшенің басынан аяғына дейін зырқыраған шананың дүбірі дәл біздің үйдің іргесінде жүргендей жерді солқылдатып естіліп тұрды. Сол күні қанатты шанамен ылди, өрге бірдей зулата сырғанап жүрген Аян түсіме де кірді. Сөйтіп, Аян бір қулық тауып алды. Енді ол күнде кешкісін бізге сол күні ойлап шығарған жаңа ертегісін тездетіп айтып бітіреді де, біреуміздің шанамызды сұрап ап, түннің бір уағына дейін сырғанақта жападан жалғыз ойнайды. Бір күні күн бұлттанып, оннан баяу ғана ызғырық жел соғып тұрды. Қараңғылық ерте түскен. Бізде дағды бойынша ауыл үйлері шам жаға бастаған кезде ат қораның төбесіне жинала қалдық. Аян бұл күні өте-мөте көңілді еді. Бәріміз жапа тарқамай ешкі сирақ шылымды орауға кіріскенбіз. «Әй, мен сендерге бір қызық айтайын ба?» деді ол сүйінші сұрағандай қуанышты үнімен. «Мен бүгін таң алдында түсінде ағамды көрдім. Рас айтам, түнде жатарда ағамның пальтосын басыма жастап, көпке дейін иісін иіскеп жатқам. Ағамның иісі сініп қапты. Бір тіл жусанның иісі сияқты жақсы иіс. Мен бүйтіп жағасына мұрнымды тығып алдым да ұзақ-ұзақ иіскедім. Әжем ылғи, ағанды анау жусан төбенің үстінде мал қайрам деп жүргенде айдалада тапқанмын дейтін. Менің ағамда жусанның иісі содан қалған. Сөйтіп жатып ұйықтап кеттім. Түсіме кірді. Мен де ылғи көкемнің пальтосын жамылып жатамын. Менің көкемнің пальтосынан да жусанның иісі шығып тұрады, деді бір бала. Сөйткенше болған жоқ. Тұс-тұстан жамырай дуылдап, соғыста жүрген әкелеріміздің, ағаларымыздың үйде қалған киімдерін еске алып, олардан шығатын иісті сөз етіп кеттік. Және бір қызығы, көпшілігіміз ол иісті жусанның, дәл өзіміздің ауылдың іргесіндегі жусанның иісіндей естік. Онан бір кезде Аян, «Менен де жусанның иісі шығып тұрады. Ағама тартқанмын. Міне, иіскеп көріңдерші», деп өз омырауына тұмсығын тықты. Біз дереу кезектесіп оның омырауын иіскеуге кірістік. Өз айтқаннан ба, әлде шынымен солай ма, әйтеуір Аянның омырауынан бұрқырап жусанның иісі шығып тұрғандай көрінді бізге. «Раси, жусанның иісі шығады. Қандай сүйкімді жусанның иісі», дестік бір ауыздан. Онан соң әр қайсымыз өз омырауымызға тұмсығымызды тығып, өзіміздің иісімізді өзіміз иіскеп, жаңыл қашқандай. «Әй, менен де жусанның иісі шығады. Менен де, міне иіскеп көрші. Тура жаздыгүні жусанды төбенің иісіндей», десіп жан-жақтан шулап кеттік.
Сәлден кейін басқа сөздің бәрі тыйылып, Аян ертегі бастауға кірісер сәтте Есікбай тұрып: «Бүгін түнде Аянға шанасын кезек бойынша Қосым беру керек», деді. «Иә, саған менің шанам сынып тұр», деді Қосым. «Әй, осы әлгінде ғана сынған ешнесі жоқ еді ғой?» «Сынып тұр. Түнде тебуге жарамайды. Керек болса өзім бер шанамды». «Мен беріп жүрмін, ылғи беремін. Ал сен неге бермейсің?» «Бермеймін со», деп күңкілдеді Қосым. «Сынып тұр». «Жарайды, қойындаршы», деп сөзге Аян араласқан. Бірақ осы кезде Есікбай Қосымның бас киімін жұлып ап, лақтырып жіберді. «Кет, тырнағың мысық, әйтпесе көресің», деп кінжіді. «Жарайды, қойшы Есікбай», деді Аян тағы да басып айтып. «Не қоятыны бар? Кетсін, қане кет», деп Есікбай мелшиіп отырған Қосымды теуіп қалды. Қосым жер-көкті басына көтере, азан-қазан қып бақырып үйіне кетті. Есікбайды сыбап боқтап: «Қазір Тұржан ағам айтам бәлем», деп бара жатты. Бұл күні Аян жалғыз көзі дәу туралы ертегісін бастады. Бұл оның бұрынғы ертегілерінен де әлдеқайда қызықты еді. Түнерген аспан, ат қораның іргесінен әрі қарай үңірейіп жатқан қорқынышты терең құз. Бәрі күннің ерекше бір нұры құйылып жарқырағандай боп, басқа бір дүниеге, ертедегі күлкіге толық қызық дүниеге айналды. Біраз жер жүгінен кейін жетім баланың қотыр тайына тіл бітіпті, дейді Аян. Қотыртай тұрып оған: «Мынау алда тұрған асқар таудан күндіз құс ұшып өте алмайды, қанаты күнге күйіп қалады, тек түнде ғана ұшып өтеді. Сондықтан да біз түнді күтуіміз керек. Түнде маған да қанат бітеді. Сен тек жығылып қалмай, көзіңді тарс жұмып, менің жалымнан мықтап ұстап отыр. Мен көзіңді аш дегенде ақ бір ағаш. Сонда мына асқар таудың арғы жағында мұнан гөрі аласа шошайған қоңыр тау тұрады. Ол жалғыз көзі дәудің мекені», дейді. Жетім бала Қотыртайдың айтқанын түгел орындайды. Түнде Қотыртайға қанат бітіп, асқар таудан ұшып өтеді. Бір кезде Қотыртай: «Енді көзіңді аш», дегенде жетім бала көзін ашса, дәл алдында ақырын теңселе қозғалып шошайған қоңыр тау тұр екен. Осы тұста Аян көзі шарасынан шығып, бізді жаңа ғана көргендей бәрімізге бір-бір қарап өтті. Жалғыз көзі дәу есіп қоймасын дегендей даусын бәсеңдетіп сыбырлай сөйлейді. Біз болсақ шөп қуысына тығыла түсіп төңірекке жалтақтай береміз. Түн қараңғылығында шошақ бөрікке ұсап қарауытып тұрған ешкі өлмес шоқысы енді бірде жалғыз көзді әулие мекен еткен үңгір тауға ұқсап кетті. Дәл қазіргі сәтте сол үңгір таудың ішінде жалғыз көзі дәу қорқырап ұйықтап жатқан секілді. Оның қорқырай алған демінен шошақ тау түндігін жел шайқаған киіз үйдей көтеріліп басылып, желпілдеп, бірде ары-бері теңселіп қозғалып тұрған сияқты көрінді. Демімізді ішімізге тартып, қараңғыда теңселгенде боп тұрған ешкі өлмес шоқысына көз тігіп қарай беруге дәтіміз шыдамай Аянға қараймыз. Қараңғыда бозарып көрінген жүдеуені сол өзі айтып отырған қиялдағы дүниені көріп отырғандай дірілдей шытынып, көзі жалт-жұлт етеді. Ызғырық жел онан сайын суытып, қар ұшқындай бастады. Тұтасқан қап-қара аспан тұншықтыра салардай боп, ауыл үстін тұмшалап тұр. Ит үрді. Тура жалғыз көзді дәудің иті құсап, ұлып өрді. «Апыр-ай, жалғыз көзді дәу оянып кетер ме екен?» деп зәре құтымыз қалмайды. Өстіп, ертегі қызығына беріліп отырғанымызда шеттегі бір бала: «Ойбай, өрт!» деді. Шөптің арт жағын ала ызғырық желдің өтінде лауылдап от жанып жатыр. Бұл ат қораның төбесі күзде ғана сабанмен жабылған. Жанып жатқан сол сабан екен. Шетте отырған балалардың бірі шылымын сөндірмей лақтырып тастап, сабан содан тұтанса керек. Жел өтінде лезде лапылдап көтеріліп кетті. Не істерімізді білмей сасқалақтап, қорадан секіріп түсіп, тым-тырақтай қаша жөнелдік. Балаларды ең соңын ала секіріп түскен Аян: «Ойбай, аяғым!» деп жан дауысы шыға айқайлап жіберді де шоңқан етіп жата кетті. Бірақ біздің оған қарайлайтындай шамамыз жоқ. Ауыл жақтан: «Аттан, аттан!» деп жер-көкті басына көтере айқайлап, шолақ қол бригадир Тұржанды жетті. Армия қатарынан жақында ғана қайтқан. Сол қолын білегінен оқ жұлып кеткен. Бірақ өзі аса қатыгез, мейірімсіз адам еді. Келген күні қан көріп, қаным бұзылып кетті деп үйіне жиналған қатын-қалаш кемпір-шалдың зәресін алған.
Бригадир боп тағайындалғаннан кейін жұмсағанда тілін қайырған талай әйелдер мен жасөспірім балаларды әлім жеттік етіп сабаған. Қазір сол Тұржан жүгіріп жеткен бойда қораның артында төрт бүктеліп шырқырап жатқан Аянды дәу табан кезі етігімен теуіп кеп жіберді. Аян қалпақша қалқып барып анадай жерге түскен. Тұржан енді оны қолындағы қамшымен тулақты сабағандай көміп алды да тағы да тепті кеп. Бас демей, көз демей ұлшылдатып тебе берді. Әуелде құлындағы даусы шығып шырқырап, ағатайлап шыңғырған Аянның біраздан кейін үні өшті. Керзі етіктің астында жансыз заттай илектеніп жата берді. Ауылдағы жұрт дүркірей жиналып кеп өртті сөндірді. Әлдекім келіп былқ-сылқ етіп жатқан Аянды көтеріп алды. Қарт адамның дауысы: иттің баласы, пәшиске берген қолының құның осы қаршыда жетім баладан алайын деп пен? Ой есіркі, деп ақырды Тұржанған. Біз басқа балалар осының бәрін алыстан бұта-бұтаның арасынан сығалап қарап тұрдық. Дір-дір етіп шетімізден жылап жіберуге шақ едік. Ел кеткен соң жасырынып, бұғып-бұғып үйімізге тарадық. Үйге келсем төсектер салулы, бірақ ешкім жатпапты. Атам екі көзі қанталап, терісіне симай тырсылдап ашулы отыр. Апам көзін сығымдап жылап отыр. Не болды екен деп шошып босағада тұрып қалдым. Үй аузыңды ұрайын, жаман неме, деді атам жекіріп. Тұржанның тептікісін Аянмен бірге көрсен етті. Жаны тәтті шірік, көрінбе көзіме. Мен үн-түнсіз жер шұқылап босағада тұрдым да, мұнан өзге ештеңе айтылмаған соң аяғымды, сырт киімімді шешіп төрге өттім. Тамақ сұрап ішуге бата алмай, сыбдырсыз шешініп төсегіне жаттым. Сорлы жетімнің көрген күні солда, деді бір кез анам ауыр күрсініп. Қорғары жоқ болған соң басынғаны ғой. Бұл Өржанның баласы кісі өлтірер. Иттің сұры жаман, сұрынан шошимын, деп қойды атам. Таңертең ояна кетсем, апам жана сауып әкелген сүтін құрсаулы бәңкеге құйып отыр екен. Мен оянғанымды көріп: тұра ғой, мына жарты күрішкедей сүтті пешке қояйын, піскен соң іш, ал мына сүтті әлгі Аянға апарып берейін. Байғұс бала көкпеңбек тұлыптай боп қозғала алмай жатқан көрінеді, деді. Киініп жарты күрішке ыстық сүтті апыл-ғыпыл іше сап, Бапай шалдың үйіне мен де жеттім. Аян есік жақтағы темір пештің түбіне төселген құрым киіздің үстінде кір-кір жұқа құрақ көрпе жамылып жатыр екен. Бір жамбастаған күйде қозғала алар емес. Қамшы мен тепкі тиген денесі көкпеңбек боп күлкілдеп ісіп кетіпті. Бет-аузы да сіңкі. Көзі кішірейе жылтырап жаутаңдап жатыр. Домбыға кезерген ернің жалап қояды. Мен оның жанына кеп отырдым. Ол да үнсіз, мен де үнсізбін. Бір-бірімізге жалтақтап қарай береміз. Енді бірде апам мен жүн түтіп отырған Бапайдың кемпірінің сөзіне құлақ тостым. Байғұс баланың аяғын салдырдыңдар ма? Деп сұрайды апам. Жоға, әлгі шал ертеден бері зыр жүгіріп сынық салатын адам таба алмады. Асылбек сынықшы бар емес пе? Жолаушы кетіпті ғой. Сәл үнсіз отырған соң Бапайдың кемпірі Аянды кінәлай сөйледі. Жүгермек-ай десенші, өзіне де обал жоқ. Түн жарымынсыз бір қатпайды ғой. Елден ерекше осыны алып бара жатқан ненің ойын екен білмеймін. Ойының осы қырдың. Ибай-ау, деп мұнан арғы сөзін сыбырға айналдырып жібереді. Осы үйдің көрпесін шірітіп, иесі кіріп қалса да. Бапайдың кемпірі қанша сыбырлай айтса да, соңғы сөздері бізге анық естілді. Қып-қызыл боп кеткен Аян тісіне шытынып басын бұрып әкетті. Іргеге қарап жатты. Үйбай белім-ай, көп отырып қаппын ғой, үйге кетейін, деп менің апам орнынан тұрды. Аян тәуір болғанша күнделікті бір күрішке сүтті бізден алып тұрыңдар. Бапайдың кемпірі апаммен ілесе сыртқа шықты. Қосымды соғу керек, дедім мен оңаша қалған соң. Аян теріс қарап жатқан күйде: ендігі әрі өлсем де темекі тартпаспын, деді. Тұржан жаман адам, қаны бұзылған. Бұл сөзіме Аян жауап берген жоқ. Әлден уақытта басын көтеріңкіреп маған: анау пальтоны әперші, деді ілулі тұрған қара пальтоны нұсқап. Мен осы үйдегі жалғыз орындыққа шығып, пальтоны алып, оның алдына әкелдім. Аян басын жастықтан әзер деп көтеріп, екі қолы дірілдеп, пальтоның жағасына тұмсығын тығып жіберіп,
құшырлана иіскеп алды да: «Тезіліп қой, әйтпесе ұрсады», деді. Одан соң шалқасынан түсіп, көзі бажырайып, кірпік қақпастан үйдің төбесіне тесірейе қарап ұзақ жатты. Қалың ойда жатқан сияқты, өңі сұрланып, дірілдей демалады. Ап-арық шырпының жіңішкелігіндей қолмен домбыққан ісіктерін сипады. Бір кезде ғана: «Апам келеді ғой, жақында әлі. Сонда көрсетеді Тұржанға», деді. 10 шақты күннен кейін Аян төсектен тұрып жүре бастады. Тобығы тайған аяғын жер сыпырғандай көлденеңінен сүйретіп солтақтап басатын болды. Мен оған: «Асылбек шал келді ғой, аяғыңды салғызбайсың ба?» дегем. «Ауырады ғой енді», деді ол жабырқаған кескінмен. «Ой, сен білмейсің ғой, тобығыңды қайта салғызғандай қалай ауыратынын. Сұмдық ауырады». Ендігі ол күнде кешке қарай сырғанақтың басына кеп ойын тарқағанша қалқиып тұрады да қояды. Ойынға араласпайды. Бір-екі рет мен де Садық та шанамызды бергенбіз. Басын шайқап теппей қойды. «Аяғым ауырады», деді.